Әбдірахман, құлыным-ау, қарның ашады ғой, айран ішіп алсаң болмай ма? Іштім, апа, іштім, деп ол қол дорбасындағы асықтарын ала салып, ойнап жүрген балаларға жүгіре жөнелді. Әбдірахман балалармен бірге Қостөбе ауылындағы Текес өзенінің жағасында орналасқан абақтының маңында асық ойнап жүрген болатын. Абақтының теріскей жағындағы темір тормен жабылған терезенің ішінен бір кісі дауыстап: «Әй балалар, жақынырақ келіп ойнаңдаршы, сендерге қарап отырайын», деп айқайлады. Балалар терезенің тұсына келіп ойындарын жалғастырды. Әбдірахман көз байланар шақта үйге қайтып бара жатып, абақтыдағы кісінің өзіне қарап тұрғанын көзі шалды. «Апа, біз бүгін балалармен абақтының қасында ойнадық. Қамақтағы кісі бізді жақынырақ келіп ойнаңдар деп үйге жеткенше бізге қараумен болды». Ол бір бейбақ қой балам, Құдай басқа бермесін», деп Әбдірахманның апасы Биялай бір уыс бидай мен бір үзім нанды орамалға түйіп: «Мына тамақты ертең сол кісіге апарып бер, сауабы тиер», деп үстелдің үстіне қойды. Әбдірахман ертесі күні апасының берген тамағын қамаудағы кісіге берді. Осы сәтте абақтыдағы адам: «Балам, менің атым Ғабдол, сенің атың кім?» деді. «Мен Оңалбайұлы Әбдірахманмын», деп екеуі танысып алды. «Әбдірахман, саған бір өтінішім бар еді. Осы жерде менің көз алдымда ойнаңдаршы», деді Ғабдол. Сөйтіп кей күндері ойын арасында апасының берген тамағын терезеден Ғабдолға беріп жүрді. Арада санаулы күндер өткен соң Ғабдол Әбдірахманды шақырып алып, үстіндегі киімін шешіп берді. «Әбдірахман, рахмет саған. Мына киімді апаңа етек-жеңін қысқартқызып, үстіңе кие ғой». «Жоқ, Ғабдол аға, менің үстімде киімім бар. Өзіңіз не киесіз?» «Бүгін менің соңғы күнім. Ертең мені атады. Сен ала ғой», деп терезеден аспанға қарады. Әбдірахман әлгі киімді апасына беріп болған жайды баяндап берді. Әбдірахманның апасы Биялай төрдегі сандықты ашып, тоңқаңдап ішінен күбірлеп бірдеңе айтып жүр. Үйдегі барлық сырға, сақина, сөлкебайларын жинақтап, ертең қамаудағы кісіні атуға алып баратын солдатқа осыларды бер, бейбақты аман алып қалуға тырыс дейді. Таң қызарып атқан уақытта Әбдірахман абақтының жанына келсе, Ғабдол жоқ екен. Жан-жағына қараса, алыс дөңнің үстінде бір солдат Ғабдолды дамбалшаң қолын байлап айдап әкетіп барады екен. Артынан жүгіріп қуып жетті. «Аға, апам сізге мына бұйымдарды беріп жіберді. Міне алыңыз. Бұл кісіні атпай-ақ қойыңызшы». «Балақай, мен де адамның қанын мойныма жүктегім келмейді. Менде басқа амал жоқ. Егер мен атпасам, ертең мені атады». Сонда Ғабдол жан ұшыра сөйлеп: «Мені аман жіберсең, мен дәл қазір шекара асып Қытайға қашып кетемін. Адам баласының көзіне көрінбеймін. Тірі екенімді ешкім білмейтін болады», деді. Сәл ойланған солдат мылтығын аспанға атты да кері қайтты. Ғабдол Әбдірахманға бір қарап, жалаң аяқ жығыла сүрініп, көзді ашып жұмғанша қырда асып көрінбей кетті. Арада бірнеше жылдар өтті. Дүйім жұртқа дүрбелең салған оқиға да ұмытыла бастады. 1930 жылдары қазақ даласында аштық басталды. Ел жұрт шыдамай Қытайға қарай үдере көшті. Сол көштің ішінде Әбдірахманның да отбасы болды. Ол кезде Қытай жерінде де жағдай тұрақсыз еді. Күндердің күнінде Қытайда ер азаматтарды жаппай әскерге алу басталып, қара жұмысқа тартып, соғысқа аттандырып жатты. Ол тізімнің ішінде Әбдірахман да бар болатын. Салы суға кеткен Әбдірахман бұл қиындықтан қалай шығуды білмей, екі ойдың жетегінде келетін. Бір кезде жігіттің қасына жорға ат мінген, қырым етік киген, ақ сақалды, екі иығына екі кісі мінгендей
тұлғасы таудай, қарны ертоқымнан асқан бір бай өте шығады. Байдың атына қызығып, Әбдірахман артына бұрылып қараса, бай да артына қарап барады екен. Аттылы адамды біраз ұзақтап барып, «Әбдірахман, бұл сен бе?» деп дауыстап жібереді. Жігіт атты адамға қарап, «Иә, мен» деп таңдана жауап береді. Әлгі бай аттың үстінен домалап түсіп, Әбдірахманның аяғын құшақтап, еңкілдеп жылайды. «Мен ғой, мен Қостөбеде абақтыда отырып ойындарыңды көретін ағаң Ғабдолмын ғой», деп екеуі күн батқанша әңгімелесті. Әбдірахман да басына түскен қайғысын айтып, мұңын шақты. Ғабдол Әбдірахманды атына мінгестіріп, үйіне жеткізіп салды. «Кімнің алдына кім шығып көрді дейсің?» Ғабдол сол қашқаннан Қытайға өтіп, бағы жанып байып кеткен екен. Ғабдол мал-мүлкін беріп жүріп, Әбдірахманды әскерден босатып алыпты. Сонымен қатар өзінің жарты байлығын Әбдірахманға сыйлап, жақсылығының өтеуін көреді. Аш кезде жеген тамақтың дәмі бір басқа емес пе? Тар қапаста татқан дәмнің барлығы Ғабдолдың санасында сол қалпында сақталған екен. Жақсылық бұл кереңнің ести алатын, соқырдың көре алатын дүниесі. Тарыдай жақсылық пен таудай жамандықтың алдын алуға осы оқиға орынды ой салады-ау. Тек әр жақсылықтың артында Алланың аманатты алғысы барын ұмытпасақ екен. Құрметті достар, ораза айында жақсылық жасап жарысайық.